Şeyi yok koyuyor. Önce көп koyuyorsun. Iya. Ағайында просто мен әдемін әуелін соған әдейі қарап көшке алдым ғой соны. Иә. Сол қыз жібектің көше. Мен de бірінші кештігінде қайран қалдым. Өнбеген ғой сол атшы. Иә, сол кеше айттым ойда жоқта ағайдың шашбауын көтеріп барып отырып ағай қолқа салған соң қыз жібекті айтып кеттім деп айтты. Иә. Олар біздің ағай бүйтіп жай бүйтіп сабырлы қалып тұрып отырдыңыз ба бүйтіп тоғанын құттықтап жатыр біз келіп тауып қарағанда көргенде шуландық дейді. отыра берсін. Жақсы. Олар жақсы. Иә, жақсы. Туған күніңіз құтты болсын. Мына бүгін сіздің туған күніңізге бір күйші, бір әнші келіп, көңіліңізді көтеріп, ықыласымызды білдіріп жатырмыз. Туған күніңізге өзіміз думандатып. Құдай қуат берсін. Мына оқырмандарыма жолдақ қойып жатырмын. Әмин, көріп жаса. Жарқасын. Шоқ тұрасында күшкені? Әзір. Аздап болса да. Әмай дейшін. Жақсы. Сәбет ораз қойып деген досым. Ой. Құттықтап отырмағайсыз. Қандай актер бұл. Насик. Атуля Сәбит. Кейде түсінбейсің. Олар болмас. Адамдарға еңбек ер деген атақ береді. Нақты еңбек ер ол Сәбит ораз қойды. Қабылдау қабілеті де мен көкіл тартқан сайын қайран қалам. Не деген сұмдық күй. Бұған қазақта жететін күй жоқ. Өзге халықты қайдан. Бұл енді қорқыттың
Қоңыр деген сияқты күй. Екеу қазақтың тағдырын болжап кеткен. Сол болжамға қарағанда менің ойымша түсінімше. Шешеміз онша мықты емес. Күйінің аңысында айтады ғой, Ашашыл жылы кезінде шыққан ғой, көкіл күйі. Аралдың бойында қалғажау ететін бір шабақ болса да ауға түсемін. Мынау қарылып жатқан баланы алып қалатын, аштықтан алып қалатын күн туама деп. Домбыраны көкілді тартып, қазанға домбырасы керегеге кеп, мұңлы отырып қалған деп. Сонда қазірде не болды дегенде Ашашылдың боларын білгені бар. Елдегі жағдайды, мәз еместегі жаңа сіз айтқандай күй арқылы білгенде. Оның тарихын білмеу үшін Үш түрлі аңыз бар ғой. Ажатая, қараңыз. Күй тыңдап отқаныңыз сыртынан түсіріп отыр. Сен күй туралы кітап шығардың ғой, иә? Иә. Ол аңыз, көкілдің үш түрлі аңызы бар. Ол мүмкін аңыз бізге жеткені мүмкін. Ол ауызекідегі әпсана болуы да мүмкін. Бірақ жаңағы Ашашылықпен байланыстырады. енді жасыдан кейде оны көрген адам ғой Ашашыл. Енді Қазанғаптың күйлеріне кезінде неге ол дамымай қалды? Өйткені Қазанғаптың күйінің бәрі философия болды. Өйткені қазақтың осы уақытқа дейін жылағаны жетеді. Енді мұңлы күй, мұңлы ән орындалмасын деген өктемдік сөздерде болған ғой. Сондықтан да мынау көкіл басқа күйлері жарыққа шықпай қалған. Ана Мұхаммед-Әлі Исмағамбетов журналист бар біздің. Сол бұл Қазанғап пессимист уайымшыл шал деп дейді, күйелері деп жарытпай қойды дейді ғой Совет одағы кезінде. Содан ана Жәлекеш Айпақов деген Сәдуақасов Балмағамбетов сол кісілер ғой шығарған солар. Біздің ауылдан ана мен Балмағамбетов деген Сәдуақасов менің мамамның бөлесі туған. Кәдімгі Қазанғаптың шәкірті жаңағы әжеміздің туған әкесі ғой сол. Күйші, Қазанғаптың шәкірті. Сәдуақасов Балмағамбетов домбырашыларға сабақ бермеген консерваторияда. Әншілерге қолды қою үшін, қолдың техникасын қою үшін. Содан мен өзім сұранып оқыдым ғой. Мен басқа мұғалімде оқимын. Мен коридорда көріп қалдым ол кісіні. Сөйтіп ағасы Сәдуақасов Балмағамбетов десем, көзіне үлкен әшкей бар. Я болсақ боладыңыз деп өтіп кетті қасыма. Содан ана мұғаліміне барып, аға мен ең болмасын Қазанғапта оқиыншы деп сұранып бардым ол. Сонда айтады, ана әншілерге келгенде жаңа Бекболат Тілеухан, енді бұл тарихи әңгімеде Бекболат Тілеухан сол Сәдуақаста оқиды. Ол енді әншілерге енді күйден береді ол. Сонда көкілді өзі тартып бір күн жылап қапты. Не деген керемет күй деп, сабақтың үстінде. Сол кезде Ақтанберді жыраудың қайранда немен ерініп келгенде әуен таппай жүрдім ғой. Бекболат Тілеухан үйіне барып сол көкілге сол әуенді. Иә. Сонымен орындайды ғой. Иә, соны. Атын ұмытып қалдым ғой. Сәдуақасов Балмағамбетов біздің атамыз Матай Қуантайұлы деген сол Қазанғаптың шәкірті ғой. Менің қызынан туғанда, ол қарындасынан туады Күнжемде. Сол. Біздің ауыл күйшілердің ауылы ғой, негізі сол Қазанғаптың шәкірттері. Біз Қазанғап Қызылордамен Ақтөбе. Негізі Ақтөбенің Ақбауыр деген жері ғой біздің. Ғажап күйші, мен таңғаламын. Кезінде қолымда билік тұрғанда осының ұшында білмеді. Кейін естіп жүрмін ғой. Насихаты дұрыс жетпеген ғой сізге. Сіз Бекболат ағайдың көкіл арқылы там білген шығарсыз, иә? Иә. Анау қорқыттың қоңырды осындай. Керемет. Әбікенді қоңыр деген күйі. Қоңырда керемет қой аға, иә? Философия. О да жақсы күйі. Қоңыр. Биыл Қазанғапқа 107 жыл толады екен. Иә, соған деректі фильм түсірдік жақында. Сосын Таңшолпанға шақырды мені. Сіз ойнайды екенсіз көп мақаланың интернеттің бетін ашып қалсақ, сіздің мақалаларыңыз бар, бізге сөйлеп беріңізші деп. Содан жаңа режиссер ойлаған ғой, енді бір дубль, екі дубльмен жазамын деп. Мен күйін де ойнап, Қазанғап туралы бәрін айтып беремін ғой. Сен мана аппаратын қоя салып та мені құшақтап алды да, апай сіз қаяқта жүрсіз? Мынау бүкіл архивтің бәрін білесіз ғой депті. Мен Иранда жүрмін. Содан жаңа журналист маған сұрақ қойып жатыр. Бұл негізі Қазанғап дауыл екен ғой, әлі дауыл бітпепті ғой дейді да. Біреу Аралдың өңіріне дейді, біреу Ақтөбе біздікі дейді. Мен айтамын,
Қазанғап кімдікі болсын. Ол мүмкін бұрын Ақтөбе қыстау болған шығар. Жаздауда Аралға келген шығар. Бірақ ол жоқ, олай емес. Ол осы қате. Біздің Шалқар деген бұрын мына Аралмен шектесіп жатқан жер ғой. Құланды. Одан ары қарай Бесқала болып жалғасып кетеді да Қарақалпақстаннан. Бұрын 28 жылға дейін Арал ауданы Ақтөбе облысына жатқан ғой. Көрдіңіз бе? 20. Ол Арал ауданы жатқан Ақтөбе облысы. Кейін 28 жылдан кейін Совет өкіметінің несімен бұл жер әлімдер ғой. Шектілер, қар шектісі, сыр шектісі дейді. Және де жаңағы енді біреу жаңағы теңізде біреу не дейді ғой енді. Жаңағы құмды ғой енді жағы. Сонда анау бөліп жібергеннен кейін Аралда Қызылордаға кетіп қалды. Сонда Ақтөбеден бөлініп қалды. Бұрын кәдімгі жалғасып жатқан ел ғой, бәрі бір рулы ел ғой. Көрдіңіз бе? Жоқ, мен былай жауап бердім оған. Ол мүмкін сол жақтық шығар, бірақ Қазанғап ол халықтың кеші сол. Не үшін таласамыз соған? Иә? Не үшін таласамыз? Әлі келген адам ойнай берсін, әлі келген адам айта берсін, үйрете берсін. Енді боласы да, жатқан жері де, бүкіл бәрі шәкірттері де біздің Шалқар ауданының, бүкіл Айшуақ, Аяқтың бәрі соның шәкірті ғой, жаңағы Жәлекеш, Айбақтаны, бүкіл біздің Матай атамыз, бүкіл Қадірәлі Ержановтың барлығы сол Тілеуқабақтың шалдары ғой бәрі. Білесіз бе? Енді қалай сен, ол жақта вот именно Қазанғаптың шәкірттігіне Аралдан бір күйші дәл соның шәкірттігін естіген жоқпыз ғой мысалы. Бұл жерде не? Бұл жерде билік болды да, біреулерде мысалы. Келді Қазанғап бізге деп Аралдың мектебіне беріп жіберді да, кезінде билігі барлар. Содан анау біз енді ондай мән бермеген ғой. Кейін көрдіңіз бе, дауыл болып қалды сол жерде. Мәселе. Вообще не болса да қазақтың күйшісі ғой енді. Бірақ ол территориальный, бірақ сен не үшін әкелді ме? Әлі түсіне бақ. Ойбай! Аягөз Тұр сахнадан, кет былай. Сахнаға жазып жазылмай ма алдарыңызда? Мынау ұясы несі бар, құлағы бар. Аягөздің ауыртынан отырып менде гитар кетсе. Королевский вкус деген апам. Анау конкретно біреуін алды, иә? Бағам саған. Мен атын оқысаған екен. Шаршаған соң бұл жол жүргендей жерге қонар.
жарқылдаған дегендермен жақсымын толып жатыр пайдасы өз басынан артылмаған жарға біткен жантақтай жаннан кешкен маржидай қиындықты қиналмай кешкен ердаулар дейді ақылы жоқ ер жігіт ағайындау жатқылар ақылы бар ер жігіт айқай жатты сыйлап дос қылар ел баққанның тұқымай көптің көңілін аулайды тау баққанның тұқымайы болмашы істі даулайды туысқанын жат көріп жаудан жаман қармайды жақсы болса ағайын қабағың ау қарайды жылап тұрған күн болса айқай жұбатуға жарайды Ой, бәрекелді. Молодец. тамада бірдеңе жіберіп Мен сен жазып отырмын. Ұлттық өнер жанашыры Мырзатай ағайдың туған күніне ән күйден шашу деп салып қоймын. Өзім оператор, өзім тамада. сен ана қыз Жібекті жібекті айтшы. қыз жібекті айтшы. Ой, қыз жібекті айтшы. ой, ағай бірдеңе айтсын. Ағай бірдеңе айтыңызшы. Сіз күштілі айтады дедіңіз ғой, білесіз ба? Мен сіздің әншілігіңізді қашан мойындағанын білесіз ба? Болып кетпес деген ән бар ғой. Соны ол әнге мән бермеппін да мен ағай. Сіз айтқанда мә бұл тамаша екен ғой деп таң қалып қалдым сол кезде. Ана сіздің сөзін білмеймін. Бүгін таңертеңсін тәңір қосқан танардай ау деген әніңіз бар ғой, құлағымнан кетпейді. Төрт құбылам өзі тең болады сен барда дегенше әр сөзі келеді, еміс сол құлағымнан кетпей қойды. Сосын айтып қыздарға кеттік, ағай құттықтап кетейік. айтып болған соң орнына келді. Ағай сізден үйренген әндер бар ғой, осы бәрі құлағымызда ғой. Ана. Ағай, осы өлеңіздің классикасы білесіз бе? Ақан сен әндер сияқты ғой. Ана. керемет осы қатты ұнайды. Десең, арқаның дәстүріндегі ән болады кәдімгі. Ал енді шапқанат, лирика болады. Аға енді қара, тойда қалай айтамыз оны, білесіз бе? Керемет, ә? Қарашы, ішіне де келіпті. Bir Алматыда мен bir кітаптарым тұсаукесерім болып соған барғам, сосын біраз інілерімізге хабар бердік. Сосын жаңағы ақтырмай не қашып кеткенімді жәлші. Бекболат. Бекболат. Бекболат.
Hep bu kapordaga jümöylep durdu. Samurattan kalır hadi söküp katıştı almak da. Kitapına da. Olsun canım tüylerim takıldı bile geldim. Ben de rankilde sonra cevap bir kola saydım mı? Aha. Bu niye mu? Bekleyici şeysiz mu bu? Kaydan çıkartmadı. Sosu şunda kalsın ben de bu niye solayım. Sosuna şirkin devrinde bir şarkılarım bu. Yine konu direkt olamadı. Burada da konu bozukluğu olmuş. Qarаңызшы сөз тауып алып кешесің негізге барамыз түсіріп алғам ерте тартып атшаны елімізді елім барда бақыттар келмесін елім барда бақыттар келмесін Самый веселый песня же это. Karlı kaşlar
Ағай, сіздің өлеңіңіз басқаша қылып жібердік пе?